Қайырлы күн. Номер 101 есеп тура пропорционалға берілген. Тура пропорционал дегеніміз, егер де x-тің мәні өсіп жатса, y-тің мәні де өседі. Егер x-тің мәні төмендеп жатса, кеміп жатса, онда y-тің мәні де төмендеу керек. Бұл бізде тура пропорционал. Енді кеттік 101-де 3 болғанда x-тің мәні y 12. Біз y-ті табу қанша есе өсіп жатыр емес кеміп жатқанын білуіміз керек. X 3 болғанда y 12-ге тең. Бұл өсу, яғни x кіші болғанда y-тің мәні үлкейіп жатыр. Өсіп жатыр. Тура пропорционал. Қанша есе өсті, соны білуіміз керек. X-іміз 3 болғанда y 4 болады. 12 болады, Демек бұл 4 есе не істеп жатыр? Өсіп жатыр. Сонда 4 көбейту 3 болса, сонда біздің y-тің мәні шығады. Демек, біз y-тің мәнін табу үшін x-ке 4-ті көбейтіп отырамыз. Сонда формула шығады. 3 көбейту x деген формула шығады. X-тің мәні 3-ті еселеу арқылы y-тің мәні өсіп отырады. Кеттік. Демек, 4 болғанда қанша болады? 4-4-ке көбейтсек 16. 6 болғанда 24. Бәрін 4-ке көбейте береміз. 8 болғанда 32. 9-ды 4-ке көбейткенде 36 болып шығып тұр, 12 болғанда 4-ке көбейте. Мына жерде 3 деп жаңылысып жаздым. 4. 12-ні 4-ке көбейткенде 48. Одан кейін 15. 15 4-ке көбейткенде y-тің мәні 60 болады. Болды. Біз нақтында y-тен 4 көбейту x-ті шығарып алсақ жеткілікті еді. Келесі 102. Сағаттың минуттық тілі, кәдімгі бір сағат болсын, соның минуттық тілі 54 градусқа бұрылып тұр дейді. Демек, біз бұл жерде тура пропорционал құрып алуымыз керек. Тура пропорционал болу үшін бізге пропорция көмекке келеді. Пропорцияны құрған кезде әрдайым бірдей шамаларды бірінің астына бірін жазып отыруымыз керек. Яғни бірінші қатарға минуттық тілді, екінші қатарға градус бұрыштық тілді жазуымыз керек. Енді қараңыздар. Ол 9 минут болғанда қанша градусқа бөлініп отыр? 54-ке. Солай ғой. Енді бізде бірінші сұрақ. Сағаттың тілі, минуттық тілі қанша уақытта дейді. Яғни белгісіз минутта айтып жатыр минуттық тілі. Қанша уақытта 42 градусқа бөлінеді дейді. Бұрылады. Бұл жерде біз пропорция құрамыз. Құрып алдық пропорциямызды. Сіздердің тілдеріңізбен мұны бұлай жазуға да болады. 9 y1 бөлінген x1 тең y2 бөлінген x2 формуласымен, y бөлінген x тең 54 градус бөлінген 42. Осылай формула жазып алуға болады, немесе мынау әдісте сіздерге қате емес. Енді бұл жерін x табу үшін біз нені пайдаланамыз? Біз көбелек әдісін пайдаланамыз. Көбелек әдісі дегеніміз мынамен қазір. Мынамен мынаны көбейтеміз. Ал мынамен мынаны көбейтеміз. Көбелектің қанаты шықты ма? Осылай көбейтеміз. Менде x-тің мәні белгісіз, тура осының қанатының жалғасы ол бізде бөліміне кетеді әрдайым. Қанаттың жалғасы, белгісіз мәні қанат, соның жалғасы ол бөліміне кетеді. Белгілі қанаттың екі ұшында да бар ақпарат сандар, ол алымында көбейтінді түрінде жазылады. Енді осы жерде есепті орындап жереміз. Бірінші қысқартып жерсек те болады. 7-ге 6-ға қысқартсақ болады. 42-ні 6-ға бөлсек 7, 54-ті 6-ға бөлсек
9, е? Енді көбейтін мәнін жасамыз. 9-ды 7-ге көбейтсек 63, бөлеміз 9-ға, сонда жауабы 7 болады. Енді бұл бірінші есеп болған. Енді екінші есепті орындау үшін мына жерге жалғастырып жазайын. Сіздер екінші қатарға жазсаңыздар болады. Кеттік. Минуттық тілі 15 минут бізге белгілі. Бастапқы мәнді сол күйінше сақтаймыз. 9 минут болғанда 54 градусты. Одан кейін 15 минутта, бұл жерде уже минут белгілі. 15 минутта қанша градус дейді? X, е? Градус. Енді осының теңдеуін құрамыз. Пропорция. Бізде белгілі 15 пен 54. Екі қанатын басы белгілі ғой. Онда автоматты түрде бұл алымына көбейтінді болып өтеді. Ал бөліміне қанатын белгісі саны жазылады. Сонда осы жерде қысқарылады. 6 болады екен. Сонда 6-ны 15-ге көбейтіп жіберсек, жауабы 90 градус. Мұна бізде 7 минут. Мұна бізде 90 градус.